Сәлем достар, сендер мен Жасик. Бүгін сендер керемет видео тусадым. Каналға жазылғандар және соңына дейін көріңдер, қызық болады, уәде беремін. Ал енді бастайық. Кішкентай бала үстіне мата жамыла салғаны сол еді. Келесі сәтте қарт адамға айналды. Ол есікке барып көрсеткішті көк түске бұрды. Есікті ашқанда Камал айлақта келіп бірелді. Қайырлы күн мырза. Ұлы сиқыршы Дженкинс үйде ме деп сұрады келген адам. Өкінішке қарай қожайыным қазір жоқ. Оның орнында мен деді бала. Бұл патшаның шақыруы еді. Соғыс уақыты келген. Елді қорғау үшін барлық сиқыршы мен мыстан көмекке шақырылды. Сиқыршы Дженкинс дереу сарайға келуі тиіс деді де кетіп қалды. Елші кеткеннен кейін көп ұзамай есік тағы қағылды. Бұл жолы бала көрсеткішті қызыл түске бұрды. Есікті ашқанда Камал көрші елге жетті. Қайырлы күн. Бұл ұлы сиқыршы Пендрагонның мекені ме деді тағы бір елші. Ол да патшаның атынан барлық сиқыршыларды сарайға шақырғанын жеткізді. Кейін белгілі болғандай көрші елдің ханзадасы жоғалып кеткен. Ал олар кінәні Хаул тұратын елден көрген. Осы себепті екі ел арасында соғыс тоқтамай тұрды. Ал Хаул қақтырыстың алдын алу үшін екі мемлекеттің арасында үздіксіз қатынап жүрді. Осы сәтте бала Софиден оның қай жақтан келгенін сұрауға мүмкіндік алды. Кальцифер мені кіргізуге рұқсат берді деді Софи. Ол Жапан даладан келгенін айтқанда, бала оны сол жердің мыстаны шығар деп күдіктенді. Дәл сол кезде есік тағы қағылды. Бұл жолы Софи өз алға шығып көрсеткішті жасыл түске бұрды. Есікті ашқанда Камал Жапан далаға жетті. Сөйтсе бұл шынында да жүретін Камал екен. Софи қатты қуанып көрсеткішті қайта бұрып түрлі жерлерге барып көрді. Бірақ ол қызыққа беріліп кеткенде бала оны тоқтатты. Бұл сиқырлы үй ғой, солай емес пе? Ал қара түс қайда апарады деп сұрады Софи. Оны тек Хаулдың өзі ғана біледі деді бала. Бала нан мен ірімшік шығарды. Ал Софи бекон мен жұмыртқа тауып алды. Бала Хаул үйде жоқта отты жағуға болмайтынын, өйткені Кальцифер тек Хаулға ғана бағынатынын түсіндірді. Бірақ Софи оған қарамай табаны алып Кальциферге тамақ пісіруді бұйырды. Мен аспаз емеспін, мен қорқынышты әрі құдіретті от жынмын деп қарсыласты от. Кемпір оның үстіне су құямын деп қорқытты. Хаулға арадағы келісімді айтамын деді. Ақыры Софидің табандылығы мен сөзіне шыдамаған Кальцифер көнді. Мұны көрген бала оған сүйсіне қарауда. Сол сәтте Камалдың шын иесі Хаул оралды. Ол үндеместен Софиге жақындап Кальцифердің тым жуас болып кеткенін байқады. Ол мені қорлады деді Кальцифер. Ешкім бұлай істей алмайды. Сіз кімсіз деді Хаул. Мені Софи әже дей беріңіз. Мен бүгіннен бастап тазалықшы болып істеймін деді ол. Хаул оған көмектеспек болып Софиден жұмыртқаны ұстап тұруын өтінді. Оның әр қимылы керемет әсем, дауысы аса жұмсақ еді. Сондықтан Софи қатты қобалжып, қателесіп қоям ба деп қорықты. Хаул сұлу ғана емес, тамаша аспаз да болып шықты. Барлығы бірге ас ішіп отырған кезде Хаул Софидің қалтасынан бірдеңе барын байқап қалды. Бұл қызыл карта екен. Хаул қолын тигізген сәтте карта өзінен өзі жанып, үстелде түсініксіз таңба қалдырды. Бұл ежелгі сиқыр, әрі өте күшті дуа екенін Хаул бірден түсінді.